әркім барын ұсынады. Бір кісі әсем бау-бақшасы бар әдемі үй сатып алыпты. Оның қарсысындағы бір ескі үйде күншіл, іші тар көршісі бар екен. Сол көрші ылғи да мұны ызаландыруға, қорлауға тырысады екен. Қайткенде де мұның көңіл күйін тас-талқан етіп, өзі соған сүйсінеді екен. Бір күні сол көршісі таң атпай мұның дәл табалдырығының алдына қоқыс толтырылған шелегін қойып кетеді. Бұл кісі үйінен сыртқа шыққанда әлгі шелекті көріп, оның ішін босатып, шелекті жарқыратып, тазалап жуып, оған өз бақшасынан ең тәтті ірі жемістерін салып, көршісіне апарып береді. Таң қалған көршісі: «Менің қоқыс шелегіме неге жеміс салып әкеп тұрсың? Мұнымен не айтқың келеді?» деп сұрайды. Оған қайырымды адам: «Әркім өзгеге жүрегіндегі барын ұсынбай ма?» деп күліпті.